Алматыда күтем сен онда, досым. Жақсы. Мақұл. Рахмет. Толық шешіп ештеңе айта алмаймын. Күтем онда. Мүмкін уақыт керек шығар. Жолың болсын бауырым. Жақсы. Сәлем айт таныстардың бәріне. Assalamualaikum Jezde. Құра бар, сен есіңді түсіп Ha? Jezde ойнамадым ғой. Адам сөйтіп ойнай ма? Су шашып жібергеніңіз? Алдын тала кегіңізді өйстіп ойнадық қой, Jezde қойыңызшы. Алдында келгенде жаз еді ғой ерке. Жазды күн ойнадық қой көзі. Қазір қыс қой, қарада жан жақта қар жатыр ғой. Ауырып қалсам не істейсің, мен білесің ғой, мен әлі кішкентаймын ғой. Кешіріңіз Jezde, енді әзілдеп алдым. Кешіре алмаймын мен. Jezde, ойын ғой. Қайныңыздың ойынын кешіретін шығар сен Jezde. Кешірем, білесің ғой Жездең не істейтін. Маған не істесе, мен соған қайтаратын едім ғой саған. Есіне шығып кетті ма жазды күнгі? Есімде ғой Jezde. Есімде болса бар, ақбел бар, бір шелек бар. Jezde кешіріңіз сонда. Үстіне су шашып жібергеніңіз қысты күні. Кешірсаңыз Jezde. Кешіре алмаймын мүмкін. Бол, ертірек бол. Мен жаурақ боламын қазір. Жаурақ боламын. Бол. Қан? Уәлейкум ассалам. Қалайсыңдар? Үйші аман ба? Қашан келдің? 2 күн болды. Амалады шелекті. Сәлеге тағы ойнағың келеді. Сізді келіп деп, естігеннен кейін қолыңыздап кетейін деген ғой Jezde. Молодец. Вставай! Сасып кетті ғой. Шығар сас. Вставай! Қандай бай? Қыстау! Жоқ ол. Сен кімсің? Мен жаңа байым, не болды? Біраз болды ғой айқайлап тұрғанымызға. Мына жерде тұр екенсің, есікті ашасың болады ғой. Обязательно көріп тұрып сөйлеуің керек па маған? Мен сені асық шығар деп ойладым, оның үстіне сәл мазам жоқ мен. Жаман төбелескім келіп жүр қазір. Онда ауылды айналып жүгірсей. Сен ана кім Хамит шақырып жатыр? Мә, айтпақшы, Хамекен келген екен ғой, ят болды кісіден. Болды онда. Жақсы онда. Өтем ғой? Мақыл. Сөтсе. Не болды, айнасы сындырасың ғой, жап-жаңа ғой, не болды сонша? Ұрмасам тоқтамайтын түрің бар ғой. Не дейсің сен, не дейсің? Бұл мен жерім емес қой, білесің ба? Мен жерім емес, мен жерім ал яқта ғой. Ақылтай? Сен басың істей ма? Соны басында айтпайсың ба сен? Поляға түскеніңнен бастап жүгіріп келе жатырмын, соны айтам деп. Басып баратсың не? Қайға барамыз енді? 2 поля ар айда болды, шығай. Ой, сен де бір. Кесекпен ұра бергеніңіз сиыр құсап адам емес. Не қылдыңдар? Мен емес анау, Жүріп кете ма деп ойладық. Жүріп кетсе ұшып кетпейді ғой, тоқтатып алатын ғой жүгіріп. Сен сияқты ма? Айтпақшы, Хамекең сізді шақырып жатыр. Қош, сол Хамекеңнен ят болды негіз ше. Сол шақыртпай-ақ бару керек еді негіз бар ғой. Мынау ғой. Не алдым мен? Сен басында айтуың керек еді соны. 2 поля ар деген мен саған айда кеттік қиған. Ырзеге, брат, сіз оны ары қарап барсаңыз, сіз вообще дұрыс деп жатқан жоқсыз. Ары қарап барсаңыз өзінің тесігі бар, ана жерге түседі. Негізі Ырзеге,
Мына екінші свечаны бекер шешсіңіз. Өткенде ғана істеп едім ше, бұны. Ана 4-ті ма ауыстырып көріңіз, сол 4 ұнамай тұр да маған. Негіз бірақ ол свечадан болмауы да мүмкін ол. Оның ана өткенде қытыр-қытыр деп жүрген даусына сол жақтан шығатын. Сол жағын көріңізші, Ырзеге. Інім, сен атың кім? Нұрдәулет. Нұрдәулет? Сен ма? Өзің істей берсең мұнан. Мақма? Мен ар жақта тағы да машиналар күтіп тұр да. Екеулеп ұра берейік деп жатырмын да. Сосын мен болған соң болдым деп айт маған. Мен саған болды деп айтам. Сосын? Сосын расчет істеп қайтасың да. Мен ана машина істей берейін. Не олар деге? Сен радиаторың ғой? Өткенде мен жоқ кезде келіпсің ғой сен? Иә, келген. Бақытжандар басқа біреудің радиаторын салып жіберіпті саған. Саған да бірақ бәрі бір сияқты ғой. Айтпашы, Хамиттер ауылға келіпті ғой, Хамит? Иә, айтпақшы. Хамекең ауылда. Жаңа осы жаққа жатқанда арыздасып көрсең айта салшы деп еді маған. Тыныштық па? Білмеймін, тыныштық болғанда енді өзің барып сұрайсың да тыныштық. Өзің араларында әңгіме ғой. Кешке барады дей салса кешке? Кешке барады дегенде бар ғой. Мен саған бауырым WhatsApp емес, орталарында әңгіме тасып жүретін. Оның үстінде Хамит маған мен сөзімді саған жеткіз, сенің сөзіңді Хамит маған келіп айт деген жоқ. Барасың ба? Барам. Бармасам ұру өлтіретін сияқтысың ғой. Осының өзіне әжептәуір ашуланып қалдым. Айтпайым десем апсың да. Жезде! Не болды? Мысық құсап, любой жерге ұйықтай беретін болыпсыз ғой. Көзім мүмкін, күн шуақтап отырам. Бір түсті қайта-қайта көре беретін болыппын. Бір түс көріп, екінші рет па, үшінші рет па көріп алды. Флешкіңізді ауыстыру керек қонда, басыңызды ма? Жезде, ойнап жатырмын ғой? Қойын деп атқан жоқпын сен. Наға ояттың? Жонкалар кеп тұр сізге. Ырзаштар ма? Иә, солар. Шақырсақ кірсін. Болды. Әлі бабыңызда екесіз бар ма? Алсасыңдар ә? Ой, бол. Сен панчердің алдында стойк ұстамас жонға. Білесің ғой мен араздывамды. Амансыңдар ма? Сенгі қайсы спорт еді? Шаңғы? Карате? Каратарист. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Қамеге жағдайыңыз жақсы ма? Шын сағынып кеттім мен кәдімгі. Мен жаман қатты сағындым. Мен де Қамеге жаман қатты сағындым сізді. Қойыңдаршы осындайларын. Мен бірден айтсам, үнемі мен де деп қосылып кететіндерін жек көремін да. Сағынсаң жаңа айтпайсың ба, күресіп кетпей бірден сағындық деп. Жаңа жолда келе жатқан кезде сағыныш туралы ештеңе айтпадыңдар ғой екеуің. Мен сағындым деп, мен де деп қосыл. Не болды? Сағыныш деген сезімді өзің ғана ойлап тапқан адам құсады. Ана сақтаған сағынсаң жесең қандай еді бір мақал бар ғой. Мақалсыз кете берші. Сондай сияқты мақал бар өзі. Хамеке, мен 100 грамм ішем, жылайым сағынғаннан. 100 грамм ішем, жылайым сағынғаннан. 100 грамм ішем, жылайым. Соңғы кездерше, онда сен Қамекең қатты сағынғасың ау деймін. Сау кезіңді байқамадық қой. Ішпейді сағынып үйренді. Білмеймін ғой, көзімше қатты сағындыңдар ғой әйтеуір. Жоқ, былайша да сағындық Қамеке. Былайша сағынған деді, мен келгеніме бір ай болды жікті. Bir ay болған жоқ Қамеке. Енді есесіңдер ғой, енді 24 күн болды енді. Ар жағын 6 күн қоспай өлем ба? Bir келейін демейсіңдер ғой әңгіменің ашық. Енді тіршілік қой Қамеке. Жұмыстар ғой енді ары бер. Өмір сол ғой бізде. Өмір сол ғой. Ешіп кетесіңдер енді, тіршілік дейсіңдер ғой жіктер. Қазақ азаматына жараса ма сол?
қазақтың жігіттері қандай болған мысалы кезінде? Достық, махаббат, елдің қамы, татулық. Барлығын қатарап жүрген. Дұрыс айтасың Хамеке. Мен тек дұрыс айтатын болыппын Мырзаш келген кездерде. Сен сөзін біле бермейді. Соның барлығын қатарап жүрсе, сондай бір жан дүниедегі жақұт жәдігер сезімдерді ер азамат барлығын бірге алып жүретін болса, қандай керемет мысалға. Иә. Рас та? Рас. Бірақ қаладан не үшін келдіңіз, тыныштық па? Мен сол қалада ойланып, толғанып жігіттер бақытты болудың жолына түсуге келіп тұрмын ауылға. Қаладағы жолың не бақытсыз ба еді не? Жоқ, ол енді қаладағы жол, ауылдағы жолмен есептелмейді бақыт деген. Ол бақыт деген мүлдем басқаша әлем, басқаша сезім. Оны бір уақыт өте келе, сол жолға жүре келе түсінесің енді. Жігіттер, ұзын сөздің қысқасы маған ақша керек. Ой, ақша жоқ қазір. Ауылда кімде ақша бар? Жұмыс жоқ қой. Жұмыстың өзін қарызға істеп жатыр. Не болды? Жылап кеттіңдер. Мен сендерден ақша сұраған жоқпын ғой. Ақша керек дедіңіз ғой? Мен ақша керек дедім ғой, ақша беріңдерші деген жоқпын. Иә, бірақ. Сол жігіттер, мен бақытты болудың жолына түсуге ниеттеніп келіп отырмын. Үйде қара сиырды сату керек. Соны сатсаңыз бақытты боласыз сонда? Арзаш, сен саспашы, сен саса дегенсің. Бол. Бірінші қара сиырды сатып алайық. Одан кейін арғы айттым ғой, уақыт өте келе, жүре келе. Ана көлдің жағасында жүрген болу керек сиырлар. Соның ішінен ана дәу қара сиыр бар еді баяғы. Соны айдап келші. Хамеке, мен қара сиыр айдай алмайтын едім. Тек ала сиыр айдап үйреніп қалғам да мен. Сен ұстап кетпеші. Болды. Соғып алсам айып етпеңіз. Бірінші рет айдайын деп тұрмын мен. Машина ақсады. Тегі қоймай осындайынша. Сен жанқа әлі ішіп жүрсің ба? Жоқ, баяғыда емес қазір. Қойдың ба? Қойып жатырмын. Қашан қойдың? Ертең. Қоймайды бұл. Азырақ жарты керек көп тұр. Ана нені жуатын. Кигеніңіз жуамыз ба? Жоқ, қара сиырдың жамбасын шама жырып апты, біреу ұрған ба. Сонша шай жіберіп, тазалап, ертеңге дұрыстап қояқ дейтін. Ол осыншамадай жырылған ғой, мен көрдім. Көрдің ба? Ой, бір шиша жетпейді оған. Бір екі рет құйсақ болды, жетіп қалады. Ой, екі шиша ала берейін. Ой, жетеді де машин бір тамызсақ болды. Екі шиша мен тез жазылап. Білмеймін, көрші өзің. Болды. Наушы бір шишаға біреу сағынайын деп тұр. Білмеймін ғой. Арзаш, сен не істедің? Нені? Қызды. Не істейтін? Үйленетін. Дұрыс қыз жоқ Хамеке. Дұрыс қыз көп, Арзаш. Дұрыс ниет жоқ. Сен ана өзіңді ғана ойлай берме, үйдегі апамды да ойлады, жалғыз отыр. Мен бармын ғой? Сен далаға шығып кеткен кездерде. Иә. Амадың ба? Жоқ. Не ол, тыныштық ба? Тыныштық. Рең тыныштық емес деп тұр ғой? Айтсай. Ана ауылда Мұстафаның баласы бар ғой, Бекіш деген. Танитын бе едіңіз? Мұстафа ана баяғы байбатшы еді, базардың несі? Иә. Соның баласы өткенде машинасын шаровойын жасап бергем. Сол көшеде жолда келе жатып шаровой шығып кетіп, бір өлімнен қалған өткенде. Сол енді орнына дәл сондай машина қойып бересің, болмаса төбеңе қара бұлт төндірем деп отыр. Сол маян хабарласып отқан? Сол ғой. Ол кім еді, танитын мен о баланы? Былай сырттай танимын оны. Деген жасап жүрген бала ғой жалпы. Арзаш, мен сенің алдыңа екінші мәрте келіп тұрмын. Үшіншісінде келмеймін. Үшіншісінде өзің келетін боласың. Насилкмен келесің, қаппен келесің. Енді братан, мен саған айттым ғой, мүмкіндік болмай тұр менде деп. Мүмкіндікті өзің жасауың керек еді, мал. Самал, уақыт беріп тұрсаңшы. Мынау кім? Мынауың кім та? Керек емес, кішіктер. Қажет емес. Не болды? Шеттеріңнен сөйлеп, герой болып. Сендермен жеке-жеке сөйлесетін болам. Әлі менің табанымды жалайсыңдар, естіңдер ма? Естік. Сен енді мені тыңдашы. Көрініп тұр сен қандай адам екенін. Әрбір өміріңдегі сәтсіздіктер ол барлығы өзіңнің алтын жасап кеткен жамандықтар мен күнәларынан бауырым. Біреудің тағдырына біреу тоғанақ бола алмайды. Сен өзіңнің бойындағы кемшілікті мына Арзаштың тұла бойынан іздемей-ақ қой одан кейін. Сен еркекше сөйлесуге келдің бе? Иә. Еркекше сөйлесуге келсең, еркек сияқты келсейсің, әкеңнің атаға бұройы, үйіңде еркелеп өскен өр мінезің барлығын үйіңе таста да еркек болып кел. Одан кейін бір нәрсені ұмытпа. Арзаш енді жалғыз емес бауырым. Айтып болдың ба? Жоқ, қажет емес, керек емес. Қажет емес болғанда анау бүйте салды ғой кәдім сізді. Ештеңе алмайды. Ештеңе алмай қалғанда қарасайшы, бүйтіп жатыр ғой. Қойшы. Жігіттер, сендер мені түсінбедіңдер ау деймін.
Sen Fransızca söyledin mi ne? Керек болса французша сөйлесем сендермен. Словарь алып жатпа десе әлі, я. Кете берсін, не аласың да? Не істейміз? Сиыр сатамыз. Жоқ, мынаны не істейміз? Оны кейін көреміз. Ұру керек еді негізі соны. Иә, ұру керек еді айым. Көріп тұрсың ғой қандай адам екен. Оны қазір ұрсаң, ертең сотта тұрасың. Сотта істемей ме ағалар? Иә, оның үстіне қазақта айтады, илеуі келмеген торсық дейді, сынғақ келеді дейді. Бұл істің илеуін келтіру керек. Илеуін келтіру керек. Сосын торсық істейміз бе? Қажет болса торсық істейміз. Бірақ Қамеке. Бірақ разына-разға сен шығасың. Иә, бұл сол ғой. Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Сіздің іздеген сиырыңыз мына жақта өтіп жүрсеңші. Футболға ауыратын. Арсеналдың жанкүйері. Май жемей ма? Манты жей. Не бүйтіп отырсыз? Әзіл ғой. Мал аламыз. Сен мәдениет сөйлесең, мал аламыз деме. Мынау әзіл.